1000 айдан да қайырлы қадір түні келе жатыр. Неге 1000 айдан да қайырлы? Өйткені Аллах Тағала Құранда айтады, осы қадір түнінде біз Құран түсірдік. Осы қадір түні көктегі барлық періштелер жер бетіне түседі дейді. Таң атқанша жер бетіне түседі дейді. Бұл қадір түнінің екі мағынасы бар. Қадірлі түн, екіншісі тағдыр түні дейді ғой. Осы түні біздің тағдырымыз жазылады. Аллах Тағала әр пендесінің, әрбіріміздің жүрегімізге қарайды екен. Әр пендесінің жүрегіне қарайды, қандай тағдыр сұрағысы келіп отыр, не сұрайды екен деп барлығымыздың жүрегімізге қарайды. Көрдіңіздер ме? Сіз не сұрасаңыз да, барлық арманыңызды, мақсатыңызды, не сұрағыңыз келеді, осы қадір түнінде барлығын сұрап алыңыздар. Бір нәрсе қалып қоймасын. Сол берекелі қадір түнін жай ұйықтап, жай бос нәрсемен өткізбей, осы қадір түнін барынша дұғамен, құлшылықпен өткізейік.